Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ананас деп аталатын салаттың рецептісін ұсынғым келеді. Бұл салатты әртүрлі мерекелік дастарханға, болмаса қонақ шақыратын болсаңыздар, осы салатты жасауға кеңесімді беремін. Салаттың жасалуы жеңіл, дәмі керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: ананас, ірімшік, қайнатылған тауық еті, қайнатылған жұмыртқа, майонез, укроп және де әсемдік үшін жаңғақ қажет болады. Ең алдымен қайнатылған тауығымызды төртбұрыштап тураймыз, ұсақтап. Туралған етіміздің үстіне майонезді осылайша жағып шығамыз. Егерде майонезді кондитерлік мешокқа, болмаса целлофанға салып, осылайша жағып шықсаңыздар, өте ыңғайлы болады. Мен осындай консервированный ананасты қолдандым. Болмаса кәдімгі свежий ананасты қолдануға болады. Кейін ананасымызды тураймыз. Қатты кішкентай қылып турамаймыз, орташа қылып турап, етіміздің үстіне салып шығамыз. Енді жұмыртқамызды үкіштен өткізіп аламыз. Негізі бұл салатқа жұмыртқаның орнына кукурузды, яғни жүгеріні, консервідегі жүгеріні қоссақ болады. Бірақ мен жұмыртқаны қосуды жөн көрдім. Жұмыртқаның да үстінен осылайша майонезді жағып шығамыз. Ірімшікті де үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштің кішкентай бөлігінен өткізетін боламыз. Жұмыртқаның үстінен міндетті түрде тұз қосамыз. Үкіштен өткізілген ірімшігімізді қойып шығамыз. Енді салатымызды әсемдейтін боламыз. Мінекей достар, біздің осындай әдемі салатымыз дайын болды. Бұл салатты дастарханға қойсаңыздар, еш өкінбейсіздер, себебі өте әдемі көрінеді, ал дәмі де тіл үйіретін өте дәмді, керемет болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын.